Па деп. Негізі авторлық ән деген нәрсе өте керемет қой, сондықтан осындай бір еңбекке әйеліңе бергім келіп тұр. Ой, жарайсыз, бере қойыңыз. Бізде енді бүгін қоштасу көп болды, содан шайлар бітіп қалған шай бар. Мәссаған, не деген гүлдер? Бұл саған бұл гүл шоқтары Ақеркеге хат бар. Ақерке, келіңіз. Мында хаты бар екен, қазір шығара берейік, иә? Ақерке, келе қойыңыз. Өте әдемі, үлкен букет беріп жіберді. Қандай жағдай болмасын, мұңаймаймыз, өкінбейміз, тек бек шыңдарға сөзсіз жетесің деп сенемін. Ақерке, иншаллах болашағың жарқын болатынына сенімім мол, шын жүректен қолдаушыңыз деп жазып жіберіпті. Қолдаушыңыз, иә? Қолдаушыңыз деген кім болды екен? Белгісіз жандар ма? Рахмет, үлкен. Өте қатты қуанып қалдым. Ой! Рахметіңізді айта қойыңыз, иә, жігіттер. Иә, үлкен рахмет, негізі қолдаймыз. Ой, кешірім өтінем. Мына же енді өзінің почеркімен жазып жіберіпті, маған әрқашан өзінің осылай бір ыстық ықыласын беріп жүретін жан. Алдыңғы жолы да гүл жіберген болатын, сол өзінің құрбымнан ғой негізі. Рахмет. Сол құрбыңыздан, иә? Жақсы, жайғасыңыз. Біз әрі қарай жалғастырамыз, құрметті көрермен, және де шымылдықты жабамыз. Үміткердің таңдауы кім? Гилдар. Қатысушылар, ешқайсыңыз қуанған жоқсыздар. Ешкім маған келді деп қоямын. Неге олай? Мен кері айтам, біреу үшін болса да қуана біліңіздер. Үміткердің таңдауы Жансая. Үміткердің таңдауы Әділет. Әділет? Бұл не деген реакция? Неге келді маған деген сияқты болды? Әлде білдіңіз ба? Примерно келетін сезіп жүрдім. Бүгін таң азанда обедте бір звоноктар келіп жатыр. Сол клубта танысқаныңыздар емес па? Жоқ, мен баяғы қыздарым, короче, саған барады екен, қайтар жіберіп барады. Сондай маған келіп жатыр да. Номерді кімнен алдың десем, Ринаттан дейді. Ринат қайтарып, номерді ешкімге бермеші құрсын. Жоқ, қойыңызшы, олай айтса енді ол бөлек әңгіме ғой. Бірақ қыздардың өздері, мысалы, мен саған келем деген сияқты айтуы мүмкін. Ондай әңгіме болған жоқ па? Ой, өте көп болды. Балса ханым, шын айтамын. Көп. Қай жерде болмасын, мен есем жасырып, сізге келгім келеді дейді. Бірақ та сойт айтатын адамдар келмейді негізі. Әділет, сен звондаған адамға мен көзім жасаған звондаған жоқ ма обратно? Жалпы айтып жатырмын. Бірақ оны мен танымайды екен, ана звондап тұрған бала. Жақсы, дайынсыз ба қабылдауға үміткерді? Дайынсыз? Шақырайық ендеше, Әділеттің үміткері, келіңіз. Қош келдіңіз. Сондай сұлу, сүйкімді қыз келді. Есіміңіз? Есімім Асимай. Асимай. Жасыңыз нешеде? Жасым 21-де. Ау? Жасым 21-де. 21-де. Қай жақтың тумасысыз? Мен Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласының тумасымын. Неге Әділет? Әділетті жалпы 1-2 жерден көргем, және өзіміздің батыстың тумасы болғаннан кейін осы кісіге келдім деп айтсам болады. Арнайы келдіңіз ба, әлде осында тұрасыз ба? Недавно келгем негізі Алматыға. Әділет, сұрақтарыңыз. Асимай, қош келдіңіз. Жаңаөзеннен келіп отқан, өзен дейді ғой. Жалпы қуаныштымын. Негізі көп жағдайда мен осы жаз басталса, көбінесе Ақтау қаласында, Жаңаөзенде, Маңғыстауда көп неде боламын. Демаламын сол жақта, өте курортты мекен, ішкі туризмді дамытайық дейді ғой. Короче, өйтіп келгеніңізге рахмет көп. Жалпы осында оқисыз ба әлде жұмыс жасайсыз ба? Жұмыс жасаймын. Оқу, иә? Жалпы отбасыда неше адамсыз? Толық қандай? Ол толық танысам, сұрақтар тағы да қойылады жарнамадан кейін. Белгі Сабдәулеттің қолында. Біздің өміріміз. Өмір өзен ағады, әттең жанымды өртеп барады. Өмір өзен ағады, әттең менің жаным жаралы, қай жағада қалады. Ой, әдемі айттыңыз.
шымылдық жабық енді бізде әзірге ортада. Әділет сұрақтарыңыз. Бауырсақ ханым, енді жаңа кешірім сұраймын, неге ондай көңіл күй деген мен просто алдында сізге ескерткен болатынмын ғой. Шамалы біраз Нені? бір демалыс бола ма деп жаңағыдай бір өз-өзіме келіп алу ма. Жалпы мен өз-өзіме қайтып келе жатырмын. Негізі келіп қойдым. Шамалы бір жаңа қайтып салмақ қосып, өмірімде кәдімгідей күшті болып жатыр негізінде. Ал енді Асимай, Әділет, бірақ былай ғой, енді айтып жатсыз ғой, өзіме келдім деп. Негізі бізде үміткер үміт артып келгеннен кейін сіздің әр эмоцияңызға қарап, мен неге келдім, неге бұлай, әлде мені қабылдағысы келмей тұр ма деген ойлар болуы мүмкін. Сондықтан да ондай эмоция көрсетудің қажеті жоқ деп ойлаймын. Және де дайынмын деп отырсыз ғой. иә. Дайын болсаңыз жақсы қарым-қатынас күтеміз. Енді шымылдық ашылады, жоқ, сұрақтарыңызды қойыңыз. Аха, енді жалпы сізге қандай жігіттер ұнайды? Сразу осы шымылдық жабылмай тұрып, бет көріспей тұрып айтып алған, сұрап алған дұрыс деп ойлаймын негізі. Енді руыңыз адай оның ішінде? Қосай. Қосай, жалпы жақсы. Қандай жігіттер ұнайды? Маған негізі батыстың жігіттері ұнайды деймін бе. Потому что Мінез қандай болу керек, иә, айта беріңіз. мужественно, внимательно болғанын қалаймын. Сосын жалпы бір сөзбен айтқанда мужественно болу керек қой. Андай ашушаң жігіттер ше. Күнде көріп жүрген шығарсыз, достарыңыз, жаңағы негізі мен де өзім адайдың жары, жетмек. Негізі келіп тұрған сияқтымыз. Негізі бұла ма? Адайдан қыз алсыз. Негізі адай өте үлкен ру ғой, онда тұрған ештеңе жоқ негізі білуімше. Иә. Жоқ, сұрақтан неге бітеді? Негізі құрбыларыңыз былай кеңес берді ма? Осы әділетке барып көршейші деп, или құрбыларыңыздан өзіңіз кеңес алдыңыз ба? Осы жігіт қалай былай деп? Мен өзім кеңес сұрағам жалпы. Потому что мен құрбыларым біледі, Алматының жігіттерімен көп сөйлесе алмайтынымды, өзіміздің сол батыстың жігіттері ұнайтынын біледі. Мысты, прям ер мінезді. Сол. Негізі бар ғой, енді батыстың иісі сіз жақында келдіңіз ба? Иә. Жақында келсеңіз, бәлкім содан айырмашылық сезілетін шығар, бірақ уақыт өте келе, енді біз бәріміз бір қазақпыз, елге жерге бөлінбейміз. Және де адамға байланысты. Сіз біраз уақыт өтсін түсінесіз. Ол өңірден бөлек адамның өзі қандай, дәл сол өзіңізге қандай адам керек, ол өңір болмаса да өзіңіз жарасып кетесіз. Тіпті Алматы деп айтып отырсыз ғой. Алматының да керемет жігіттері сізбен тіл табысып кетуіңіз мүмкін. Сондықтан да қатты оған мән беріп керек деп ойламаймын. Бірақ басқа мысалы талаптарыңыз, өткен жаңа қарым-қатынастарыңыз болып бет негізі. Соны сұрағым келген негізі. Иә, мен негізі бұрын тұрмыс құрғанмын. Кішкентай қызым бар, 2 жасар. Сол. Ара қатынас тоқтағаны 2 жыл болды. Қазіргі таңда басым бос. 2 жыл бұрын? 2 жыл бұрын ажырасқанбыз. Ресми түрде? Ресми түрде. Ал қазір көмектесіп тұра ма бұрынғы жолдасыңыз? Иә. Ал қанша уақыт бір отбасы болып тұрдыңыздар? 1,5 жыл тұрдық. 1,5 жыл? Бәрі андай бір тілі болып қалды ғой. Негізі балада ешқандай зиян жоқ қой. Мен енді жақсы қараймын оған, білесіздер. Енді әңгіме барысында қалай болды барлығын, енді кездесуде травмаларын болсын, қандай эмоция, қандай хобби бәрін сұраймыз ғой. Мен енді тырысамын, алдыңғы жолда бір айттым ғой, мен адамды аша алмай қалдым деген сияқты. Сол бір қателіктерден, может, мен алдында сіз айтқандай, может, өзіме ашылғым келмеді деп ше. Одан барлық енді соны сараладым, ойландым. Мен көбісі ойлайды шығар, мынау жынды шығар деп. Негізі мен барлығын ойладым. Жасаған заттарымды. Асимай деп. Негізі қуанып отырмын осылай халықтың алдында үміткер болып. Мен енді шымылдықты негізі алсаған ашқанымды қалаптым. Қазір сұрай кетейінші, және Асимай, сізде не себепті ажырасып кеттіңіздер? Жалпы енді кішкентай болдық ол сәтте, мінезіміз келіспеді десем деп еді. Жалпы толығырақ мен әділеттің өзіне айтып берсем. Өзіне айтып бересіз. Жақсы. Шымылдықты ашқыңыз келіп тұр? Иә. Жақсы. Шымылдықты ашайық. Asıldan gitmiş yana bir baby Sözüme teksin şer I love you baby Varsın bir again I need you baby Boşu tek ben uyan I love you baby Let me love you baby Шымылдық ашылды. Әділет, әсеріңіз? Кішкентай бой кішкентай андай. Осындай. Мен ойладым, ол бір ойы ұзынғы шығар деп. Сымбатты. Жоқ, болсаң негізі бар ғой. Кішкене Асимай, қош келдіңіз. Кішігірім көңіл күйіңіз түсіп қалды ма? Ренжімеңіз, просто кішкене көңіл күйіңіз болмай отыр, андай не үшін келдім деген сияқты отырса, бірақ та просто әділеттің бағана бір насыресі болмай отыр. Сол үшін кішкене біртүрлі отыр. Әйтпесе негізі жақсы бәрі. Әділетке де сіз сияқты осындай келбетті қыздар ұнайды. Сондықтан да өзіңізді бүйтін көңіл күй түсірмесеңіз болады негізі ше. Сіз отбасы өмірге қалай қарайсыз негізі?
отбасылық өмірге андай ата анамен тұруға бірінші рет той жасауға қалай қарайсыз жарайды сұрақ. иә ата енемен тұруға қарсы емеспін. Жалпы ортақ бір келісімдер болады деп ойлаймын. Сосын мен кішкене қобалжып отырған шығармын, негізі настроение күшті. иә уайымдамаңыз. Мадина. иә балауса ханым, енді мына жерде білеміз ғой, енді әділеттің жалпы үміткер келген кездегі реакциясы, эмоциялары барлығы қалай болатын. Қазір енді өзін пассивно ұстап отырғаннан кейін менің ойым мүлдем басқа жағынан ба деп ойлап тұрмын. Себебі енді соңғы кездері байқасаңыздар, енді әсеммен итіне жақын араласып кеткені бар, және де онымен қоса енді бір адамдардан естіп қалғаным бар, әділеттің айтуы бойынша әсемнің үміткер болмағанда қазіргі енді сезім бар деген сияқты айтылғаны, сондай нәрселер бар екен. Енді сол жағын естіп жатырмын. Онымен қоса енді көріп жүрген Әділеттің әсемге сезімі бар ма? иә, сондай нәрсені айтылған деп естідім мен көп. Мына жердегі біраз адамның өзі де байқап жүрген шығар. Сондай нәрселер бар. Жалпы енді былай қарап отыратын болсақ, әсемде сценарий бір ма деп ойлаймын. Өйткені білсеңіздер, Расулмен де тура солай достықтан басталған болатын. Барлығы енді сол жағынан ба деп те қатты өзім ойлап отырғаным бар. Енді құлқы жоқ сияқты әділеттің де енді үміткер келе салысымен сразу не үшін келді деген сияқты реакциясы өте орынсыз болды. Әділет, мен сізден сұрап алайыншы. Нақтылап, сіздің үміткер қабылдауға дайын емеспін деген сөздеріңізді біз қалай түсінеміз? Әлі де Айгүлді ұмыта алмай жүрмін, әлі де үміттімін, немесе менің жүрегім жаралы деген мағына ма? Қандай мағынаны білдіреді? Жалпы балауса ханым, құрметті көрермендер, қатысушылар, негізі мен осы жобаға келген кезде мен өзімге уверенный жігіт ретінде, кәдімгі четкий айтатын бала ретінде келдім да, бірақ та мен Қосылайық тарихында өзім негізінде ішке кіре беретін, бір қыздың артынан жүгіріп, ол одан жүрегі жаралы болып қалатын бала болып қалғым келмейді. Негізі адамның дегені емес, Құдайдың дегені де болады. Енді осы жақта мен айтқым келеді, жалпы үміткерден алдын ала айтып жатқанмын жаңа көріп. Осы жақта енді шынымен де бір ұнатып жүрген, және де анама да ұнап жүрген бір қыз бар. Онда жаңа айтпадыңыз ба? Шымылдық жабылмастан бұрын мен сізден сұраған кезде. Енді мен үміткерге деген сыйластығым таныттым біріншіден, бірақ та енді былай да әңгіменің ашығы. Жоқ, қараңызшы, шымылдық ашылды, бұл сыйластық таныту болып саналмайды қазір істеп отырғаныңыз. Ол кезде ол қыз шықпайтын еді. Шымылдық ашылғанын талқылап біліп алатын едік. Негізі былай айтайын дегенім, бүгін қалай болады екен деп жаңағы ойланып отырдым да, өзімде бар сезімімді білдіргім келді. Бірақ та сондай сыртта кездесулер, әңгіме айтулар болды, енді бұл қатты емес, бірақ та қалай түсінсем бар. Менің түсінбей тұрғаным, өткен жолы Тәуіржан мен Айгүл ортаға шыққан кезде Айгүлге қара тізімге саласың ба деп сұрадық қой осы жерде. Сол кезде Айгүл айтты, мен білмеймін, онда тұрған ештеңе жоқ негізінде деп нақты шешім айтпады. Одан кейін сіз айттыңыз, жоқ, қара тізімге салмайды, біз дос ретінде араласамыз дедіңіз сіз. Енді келіп басқа қыз ұнайды дейсіз, әлде осы күндерде білмеймін, үміткер мінді жайына қалды. Білмеймін енді. Біз сіздермен құрметті көрермен уақыт келіп қалды. Ертеңге дейін қоштасамыз. Бұл әңгіменің соңы қалай болады? Әділет ұнатамын деп отырған қыз кім? Жалпы Айгүлге деген сезім өшкен бе сонда? Айгүл әділетті қара тізімге неге салмайды? Барлығын біз ертең білетін боламыз. Сау болыңыз. Сәлем оқырман. Бүгін біз Сержан мен Ақеркенің хикаясына көз жүгіртеміз. Бұл екеуінің арасындағы таныстық басталғанда бәрі жақсы көрінген еді. Ортақ қызығушылықтар, ұқсас көзқарастар, әзілдесіп, әңгімелесіп, бір-бірін жақсы түсінетіндей болған. Бірақ уақыт өте келе махаббатпен қатар мінездер де сынаққа түсе бастады. Сержан сабырлы, бірақ ішіндегісін іште сақтайтын жан. Ақерке ашық, турашыл, айтатын сөзін бетке айтатын мінезі бар. Екеуінің де өзіндік шекарасы, ұстанымы бар. Бір жағынан бұл жақсы, әркімнің принципі болуы тұлға екенінің белгісі. Бірақ екі мықты мінез қақтығысқанда не болады? Соңғы уақытта олардың арасында қырсықтық көбейіп, ұсақ нәрселер үлкен дау туғызатын болды. Бір-біріне айтылған реніш сөздер жүректі жаралайды. Ақерке кейде ашуға мініп, бір қателік жасасаң жолың ашық деп кесіп айтады. Бұл сөздер, әрине, Сержанның жүрегіне ауыр тиеді. Ол үнсіз қалса да, ішінде бәрін жинап жүреді. Бүгінгі эфир екеуінің болашағы шешілетін күн болуы мүмкін. Таныстық тоқтай ма, әлде жаңа деңгейге көтеріле ме, соны уақыт көрсетеді. Бірақ сұрақ туындайды, махаббат бар болса, неге бір қадам алға басу қиын? Неге екеуі де өзгергісі келмейді? Ақиқатында бір-бірін жақсы көретін адамдар арасында да түсініспеушілік болуы заңдылық.
Бірақ бұл соңы емес, керісінше бірге өсуге мүмкіндік. Егер екі тарапта өз қателігін мойындап, түсінуге тырысса, шынайы байланыс нығаяды. Сержан мен Ақерке өзара сын сағатында тұр. Енді олар не таңдайды? Кете ме, әлде күресе ме? Махаббат кейде күрделі, бірақ ол үшін күресуге тұрарлық емес пе? Эфирде көрейік, кім қандай шешімге келеді? Осы хикая жалғаса ма, әлде тоқтай ма, жүректерінде не жатқанын тек өздері біледі. Эфирдің уақыты жақындап қалды. Экран алдында отырған көрермендер де күтіп отыр. Бүгінгі кеш не әкелмек? Көпшілік Сержан мен Ақеркенің арасында әлі де үміт бар деп сенгісі келеді. Себебі олардың көзқарасы, бір-біріне деген назары сезімді жоққа шығара алмайды. Бірақ сезім жеткіліксіз болған сәттерде болады. Сабыр, түсіністік, кешірім, бұларсыз махаббат алға баспайды. Сержан соңғы күндері көп ойланды. Мен Ақеркеге керекпін бе? Әлде оның айтқан қатал шарттарына шыдай алмаймын ба? Деген ойлар маза бермейді. Ол өз сезімін сақтап қалғысы келеді, бірақ үнемі кінәлі болудан шаршаған. Ақерке де ой үстінде, неге мен әрдайым кешіруім керек? Егер ол мені шынымен жақсы көрсе, неге өзгеруге тырыспайды дейді ішінен. Екеуі де жүректен шыққан шындықты айтқысы келеді, бірақ сол сәт туғанда бәрі күрделеніп кетеді. Жан мен эго күресіп жатыр, жүрек қал дейді, намыс кет дейді. Бұл көптеген жұптарға таныс жағдай. Көңіл суымаса да реніш жинақтала береді. Ал реніш егер оны уақытында босатпасаң, махаббатты тұншықтырады. Екеуі қатар отырса да, араларында бұрынғыдай жылулық жоқ. Камера қосылған сәтте-ақ, Ақерке терең тыныс алып, сөзді өзі бастады. Мен бүгін бұл жерге шешіммен келдім деді ол сабырлы, бірақ нық дауыспен. Біз қанша тырыссақ та, біз бір-бірімізге лайық емеспіз. Мен бұл қатынасты тоқтатқым келеді. Сержан сәл ғана көзін төмен салды. Залда отырған көрерменде, эфирдің ар жағында отырған мыңдаған жан бәрі үнсіз. Бұл сәт бәрінің жанын ауыртты. Ақерке сөзін жалғастырды. Мен шаршадым. Ұрыс керістен, түсініспеушіліктен бір қадам ілгері басудың орнына кері кетіп бара жатқанымыздан шаршадым. Иә, менің де мінезім ауыр. Сен де өзіңше дұрыссың. Бірақ біз үнемі бір толқында емеспіз. Бұл мен үшін қиын шешім. Бірақ мен енді жалған үмітпен жүргім келмей. Сержан ұзақ үнсіз қалды. Бүкіл зал оның не айтатынын күтіп отырғандай. Ақыры ол басын көтеріп былай деді. Мен сені тыңдадым. Сенің шешіміңе құрметпен қараймын. Мүмкін біз шынымен де бір-бірімізді шаршаттық. Бірақ мен үшін бұл тек қоштасу емес. Бұл саған рахмет айту сәті. Себебі сен маған көп нәрсені үйреттің. Өзіңе сенімді болуды, өз ойыңды ашық айтуды, және ең бастысы, өз-өзіңді бағалауды. Ақерке көз жасын жасырып, жанарын төмен салды. Бұл сөздер оның жүрегіне де әсер етпей қойған жоқ. Бірақ ол артқа қайтпайтынын білді. Сержан сөзін жалғастырды. Мен саған ренжімеймін. Біз бір-біріміздің өмірімізде белгілі бір себеппен кездестік. Қазір жолдарымыз екіге бөлінсе де, мен саған тек жақсылық тілеймін. Бақытты бол, Ақерке. Эфир залы қол шапалақтады. Бірақ бұл қол шапалақ қуаныштан емес, құрметтен туған еді. Көпшілік бұл екеуінің арасындағы қарым-қатынас шын болғанын түсінді. Олар өз сезімдерімен ойнаған жоқ. Бұл өмір. Кейде сезім жеткіліксіз. Кейде махаббат болғанмен адамдар бір-бірін қажытып алады. Ақерке соңғы рет Сержанға қарап. Сен де өз бақытыңды тап. Біз енді жолдас емеспіз, бірақ мен саған жамандық тілемеймін деді де эфирден шығып кетті. Сержан сол орнында сәл отырып қалды. Бәлкім жүрегі ауырып тұрған шығар. Бірақ ол бұл шешімді қабылдады. Өмір жалғасады. Ал бүгін бір таныстық өз мәресіне жетті. Бұл қоштасу. Бірақ шынайы қоштасу әрқашан сыйластықпен болады. Хикая аяқталды.
бірақ әр екеуінің жаңа тарауы енді басталады.